Кранта айдап жүрген адамдарға пайдам тиіп қалар деген оймен қысқа бір видео салайын. Сцепление кронштейні жайлы болады. Кранталардың өз ауруы бар. Кронштейн белгілі бір өзінің уақыт өткен кезде жарылады. Ана жерінде көрініп тұрған болса, минутінде 220 мың пробегте жарылды. Өзі әлсіз қылып істеледі екен ана несі кронштейні. Оның бәрін жаңасын алып салатын болсаң, оңай емес. Мына жердің руль бәрін шешеді екенсің, ютубта тұр. Сондықтан ол өтіп істегім келген жоқ. Басқа видеолар қараған кезде сварклейді екен. Сварклей болады екен, алмай. Сонымен сварклейтін жерге сварклетіп алдым. 10 мың теңге болды ана сварка. Сонан соң тағы бір ютубта бір видео көрдім. Мына жерде бір ілгіш сияқты бір несі бар. Сол жерге бір темір тартып қойыпты. О темірін таппадым. Мен өз ойыммен андай трос алдым да, троспен асықпай мына жерге кіріп, ол өзінің бұрайтын нелерімен бұрап қойдым. Бұл қосымша. Ана жер қайта жарылып кеткен жағдайда мынау сақтық тұрады. Басқан кезде былай қарай кетіп қалмайды. Келесі сварклетуге не болмаса СТО-ға апарып ауыстыратын болса, ауыстыруға дейін жетіп алуға болады. Бұның жағы қазір әдемі болып тұр. Жаңасын салғаннан кейін, жаңасын сцепленияның тросынан кетіп тұр негізінде. Өткенде мынау ана жарылмай тұрып бір қытырлап дауыс шығып жүрген. Бұл үзілген жоқ, үзілмеген. Бірақ тат басып, осының кесірінен жарылды. Бірден сол ойға жаңасын салғым келді, салдым. Енді қараңдар нәтижесін. Сцепление басам, корзина феррида ауысқан сияқты. Нәтиже бар. Сондықтан осылай істесеңдер болады. Ал троста ауыстыру кілттер болса, ондай қиын емес. Оғанда видеолар бар, былайша қарасаңдар. Біреуге пайдам тиіп қалар деген ойдамын. Жақсы.